Құрметті менің тыңдармандарым, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Орыс жігіттің қазақ қалыңдығы. Шығысты бетке алып жүйткіп келе жатқан жүрдек пойыздың купесінің іші ыстық, тіпті демала алмастай қапырық еді. Менің алған орным төменгі жақта, алмаған қарама қарсы төменгі жақта жас келіншек орналасқан екен. Жас келіншек өте көрікті, қара көздері қарақаттай мөлдіреп тұр. Қара шашы белінен асып, тізесіне жеткен. Шашын бір өрім ғып өріп қойған келіншектен нағыз қазақтың қызының келбетін көргендей көзімнің қиығымен білдірмей қарай беремін. Адам баласына осындай сұлулықты бере салған жаратушымыз шебер-ау тегі. Аппақ қауыздай денесімен тіп-тік қос анары бұлтиып көркіне көріп бергендей. Қасында 3 жасар ұл бала бар. Оның түріне қарап таң қалдым. Бұл бала мына келіншектің ұлы ма әлде туысы ма деп ойландым. Баланың көздері көгілдір, ал шашы сап сарғыш. Ішімнен мүмкін таза қазақ шығар. Қазақтардың арасында да көгілдір көзді сарғыш шаштылар да бар ғой, деп қоямын іштей. Бұрынғы қазақтардың көзі көгілдір, терісі ақ болған деп жүр ғой зерттеушілер. Одан әрі үндемей отыруды жөн санамаған Сұлтан: "Қарындас, қайда бет алдыңыз?" деген қазақша. "Ағай, ұлым екеуміз Томскіге кетіп барамыз. Ұлымды нағашыларымен таныстырып келемін" деген. "Сіз қазақ боларсыз, қазақша таза сөйлейді екенсіз" деген. Оған келіншек жымиып қойып: "Әрине қазақпын ғой." Ал сары үрпек ұлға қарай берген Сұлтанды байқап отырған ол әңгіменің шетін шығара берді. "Ұлым орыс, бірақ атын қазақша қойдық. Күйеуім де солай шешті. Ал руымды білгіңіз келсе, кереймін. Мүмкін сіздің қарындасыңыз шығармын" деп сыңғырлай күлді. "Сонда орысқа қалай тұрмысқа шығып жүрсіз? Қазақтың жігіттері де жетеді ғой" деген Сұлтан мына сұлу келіншекті басқа ұлтқа қимағандай. Ағай, ол да өз алдына бір әңгіме. Біздің аталарымыз ежелден Алтай өлкесін, Құлынды даласын мекендеген қазақтың Керей руынан екен. Ол жақта Найман, Керей, арғындар көп тұрады. Сол ауылдар әлі де бар. Жер аттары бірақ орысша болып кетті. Менің арғы атам өте бай ауқатты кісі болған екен. Үйір-үйір жылқысы, отар-отар қойы, табын-табын сиырының нақты санын ешкім білмеген. Ештеңеден тарлық көрмеген адам еді, деп әжеміз айтып отыратын. Ел алдында беделі бар, сөзге шешен кісі болған. Содан совет өкіметі аса әрі байлардың малын тартып алып, өздерін кәмпескілеп, ит жеккенге айдаған заман келеді. Атамыз олай-бұлай заман болып кетсе, артымдағы ұрпағыма бұйырсын деп, алтын күмістің бәрін бір түнде кигіз үйдің ішінен ұра қазып тығып тастайды. Бұл құпияны тек бәйбіше ғана біледі. Сөйтіп атамды және оның 3 бауырын жер аударып ит жеккенге айдатып жіберген екен. Белсенділер байдың тұқымы деп балаларымен туған туысын қуғынға ұшыратады. Ақар-шақар болып отырған ауылдың тоз-тозын шығарған белсенділер күн көрсетуден қалады. Қатты ашыққан сол кездегі халыққа орыстардың қол ұшын бергені бар. Олар картоп жемістерін беретін, аштықтан аман қалуға қолдарын созатын. Себебі атамыз орыс қазаққа кезінде көп көмек көрсеткен, қол ашық, беделді адам болған екен деп Айғаным қарындас бір түсініп қойды. Кейіннен орыс татар саудагерлеріне жасырған алты күміс әшекейлерін сатып аштықтан аман алып қалған бәйбіше өте ақылды адам болған дейді. Алтын тыққан үйдегі ұраны түн ішінде тек өзі ғана қазып алады екен. Міне біз сондай жандардың ұрпағымыз деп терең күрсінді Айғаным. Біздің деревняда орыс, қазақ, тағы басқа ұлттар өмір сүрді. Бір-біріне әркез көмек беруден қашпайтын, бірлігі мықты жандар болған. Біз бұның бәрін тек әкемнің анасынан естіп өстік. Ол кісі үнемі 5 уақыт намазын қаза жібермейтін діндар тақуа адам еді. Үлкен әжемнің мына бір сақинасын қолымнан тастамай тағып жүрмін деп қолындағы құс тұмсық бедерлі
қазақи сақинаны сипап қойды айғаным. Әжемнің көзі ғой деген ол, жүзікке қарап. Мен орысша оқып мектеп бітірдім. Қазақ мектебі болмады, бірақ үйде әкеміз бен анамыз тек қазақша сөйлеңдер деп талап етіп қоюшы еді. Ауылдағы мешітке барып, ата-бабаларымызға Құран бағыштап, хатым түсіру әдетімізге айналды. Жалпы үйіміздегі тәрбиеміз тек қазақша еді. Біз 4 ағайынды болдық. Мен және менің 3 ағам. Мектепті аяқтаған соң оқуға Томск қаласына бардым. Қазақстанға барайын дегем. Анам жақын жерде көз алдымызда жүріңдер деген соң, анамның өтінішін жерге тастай алмадым. Каникул сайын үйге келуге де қолайлы болар деп шештім. Томскінің мұғалімдер даярлайтын институтына бағым жанып оқуға түстім. Бірақ жатақханадан орын ала алмай, орыс қыздармен бірігіп Тоня әжейдің үйіне квартирант болып кірдік. Қасымдағы орыс қыздары еті тірі, пысық екен. Сабақтан бос уақыттарында жұмыс істейді. Мен де солар секілді мейрамханада даяшы болып жұмысқа орналастым. Әке-шешемден ақша сұрамай, өз күнімді өзім көрейін деген ой ғой сол баяғы. Тұрмысқа шығам деп өзімді өзім шегелеп қоятынмын. Кейде қалада орыс жігіттері немесе басқа ұлтқа шыққан қыздарды кездесіп қаламын да таң қаламын. Неге деп? Алдымда тосын тұрған тағдырдың сыйын ол кезде білмедім ғой. Күнде сабақтан соң мейрамханаға келіп, кешкі 11-ге дейін қызметімді жауапкершілікпен атқарып жүрген мені мейрамхананың меңгерушісі Анна Владимировна мақтап, басқа даяшыларға үнемі үлгі қылып айтатын. Мен де қолыма ақша тиген соң жұмысымды мінсіз орындауға барымды салушы едім. Тамаққа ақша кетпейді. Даяшыларды тегін тамақтандыратын кейбір келушілер қызметіме риза болса, артық тиын тебенді тастап та кететін. Сол күні жұмысыма ертерек келіп, өзіме тиесі столдарды ретке келтіріп, алғашқы келген меймандарға қызмет көрсете бастадым. Негізі мейрамханаға қарапайым халық көп келе бермейді. Анда-санда болмаса, өйткені қалталары көтере алмайды. Көбіне ауқатты адамдар, бизнесмен, басқа жақтан келгендер бұл жердің тұрақты клиенттері десе болады. Жүрегім бір бәленің боларын сезгенде қатты соғып, сол көзім тарта берген. Ана бір бұрышта отырған екі орыс жігіттің киім кейісі де, өздерін ұстау мәнері де ерекше көзіме көрінді. Әдетте көптеген келушілер ауыздарына 3-4 рюмке ішімдік деген соң, даурығып, қатты сөйлеп, музыканттардың мазасын алып, ана әнді орында, мына әнді орында деп, әншілердің де зықын кетіруші еді. Ал ана екеуінің отырыстары ерекше бір бөлек көрінді. Әлде бір тақырыпты қызу талқылап отырған жайлары бар. Бір кезде тарс еткен тапанша үні естілгенде отырғандар сілтідей тына қалды. Ызыңдаған шыбынның үні естілгендей бір сәт тыныштық орнады. Орындарыңнан қозғалмаңдар, қозғалсаңдар атып саламыз деген гүж еткен бір дауыс. Мейрамхана іші әйелдердің шыңғырған даусымен айғайға толып кетті аяқ астынан. Жәнегі екі баукеспе, іздегендері ана екі жігіт болғаны ғой. Соларға қарай беттеді. Азан-қазан, ұрда-жық төбелес басталды. Мейрамхананың администраторы Инна болса, сасқаннан бұтына жіберіп қойған баладай бір орында қатып қалған. Көпшілік не болып жатқанын аңғара алмады. Бір кезде мен істің байыбын түсіне қойдым. Ақырын жылыстап барып, ас бөлмесінде орналасқан дабыл тетігінің түймесін басып жібергенім. Бұл мейрамхананы күзет фирмасының қызметі және полициямен байланыстыратын сигнал дабылы нүктесі еді. Дабыл мейрамхана іші де у-шу, адамдар бірін-бірі танып болмастай болды. Сөйтсек екінші рет атылған оқ жігіттің біреуінің аяғына тиіп жаралаған, қаны сорғалап тұр. Енді әлгі қарақшылар шығар есікті таба алмай қатты сасып қалған. Тезірек полиция келгенше іздерін суытқылар келген. Жан шыра жан таласып кеткен. Жоқ, көп ұзамай
қарулы полиция 10 шақты болып кіріп келген. Жаңаға 2 қарақшының қолына кісен салып, машиналарына тыққан. Өздерімен бірге отырған 2 жігітті де алып кеткен еді. Қарақшылар банкер жігіт Сергейдің соңына түскенінде көп болған еді. Мақсаттары Сергейді кепілдікке ұрлап әкетіп, көп қомақты қаржыны талап ету. Бұл қарақшылар бұрында банк тонап іздеуде жүргендер болып шықты. Сөйтіп, бір-ақ күнде Айғанымның батырлығы туралы әңгіме қалаға лезде тарап үлгерді. Сол оқиғадан соң бері 1 ай өткен. Айғаным әдеттегідей жұмысынан келе жатты. Қасына аппақ шетелдік көлік сырғып кеп тоқтаған. Ішінен сымбатты келген орыс жігіті түсіп, қолындағы гүлін Айғанымға ұсына бергенде, ол таң қалып жігітке қараған еді. Айғаным, сіз менің оққағарымсыз. Танысалық, менің атым Сергей. Сіз болмағанда не болар еді? Тіпті білмеймін. Сізге мың рахмет. Жұмыстан қай кезде шығасыз? Өзім алып кетем деп еркін сөйлеген. Айғанымға мына жігіттің батылдығы ұнап қалған еді. Кеше жұмыстан оны Сергейдің өз алып кеткен. Қызды пәтеріне қонаққа шақырған. Бірақ Айғаным ойланып, жоқ, келсе кеткенім болмас, рахмет ниетіңізге. Мені өз пәтеріме апарып тастаңыз, ертең таңертең сабағыма баруым керек, деген. Сергей де Айғанымға түсіндім дегенде жымиып басын изеп, Айғанымды айтқан адресіне әкеп тастаған. Сол кезден бастап екеуінің арасында көзге көрінбес бір байланыс орнағандай. Сергей өте ашық жарқын жан екен. Әке-шешесі Мәскеуде тұрады. Бұл отбасының тұңғышы, мамандығы бизнес саласының байланысты. Америкада оқып білім алған. Бұл қалаға өткен жылы келіпті. Айғаным мен Сергейдің арасындағы таныстық күннен күнге махаббатқа ұласып бара жатқан еді. Сергейдің жұмыс орнынан алған 3 бөлмелі пәтері бар екен. Бірақ Айғаным ол пәтерге әлі барғанда жоқ. Қазақ қызына тән өр намысы олай жасауға жол бермеді. Сергей оған үйлену туралы ұсыныс жасағанда көп ойланған. Тек ата-анасының рұқсатымен ақ батасын алып барып шешпекші. Осы ойын Сергейге айтқанда ол бірден келісіп қуанып қалған. Менің арғы аталарымның әйелдері қыпшақ қыздары болған екен. Сен де солар секілді батырсың, тәкаппарсың ғой деп құшағына қысқан. Көп ұзамай Сергей әгерімнің ата-анасына барып, қыздарының қолын сұраған. Басында қарсы болған әке-шешесі Сергейдің таза пейіл мен адамгершілігін көріп, өз келісімдерін берген болатын. Қазір олар бақытты отбасы, жарасымды жұп. Тұңғыштарының атында қазақша Айбар деп қойған Сергейдің өзі еді. Бүгінде Сергей банк директоры, лауазымы көтерілген беделді басшы. Ал Айғаным мектепте қарапайым мұғалім. Сергей қазір қазақша таза сөйлейді. Мұсылмандықты қабылдап, Алланың хақ жолына түскен. Осыны тыңдап отырып, сұлтан іштей, қосағымен қосағар, қарындасым деп өз батасын бергендей болды.